Қайырлы таң, інішім. Кел, отыр. Шай ішеміз. Інішім, білетіңізде ертең туған күнім құрбылармен қыдырайық деп едік. Ақша бересіз бе? Қызым, мен сенен немдай қатарынан кем болғаныңды мен де қаламайым. Бірақ осы аптада пәтердің ақысын төлеу керек. Банктен алған несие тағы бар. Онда жабуымыз керек. Осы жолда құрбылармен қыдырамайын ба? Не осылай? Жарайды. Марат ағаның қарызға ақша сұрап көрерім. Жарай ма? Анашым, ешкімнен қарыз алудың қажеті жоқ. 90-да жақындап қалып дегендей сабағымды оқиын. Түсінгеніңе рахмет, қызым. Балнұр туған күніңмен. Рахмет. Балнұр туған күніңмен, өмір жасыңыз ақ болсын. Балнұр туған күніңмен. Балнұр, сен туған күніңді бір жерде атап өтпедік пе? Иә. Қыздар, кешіріңдерші, мен уақытым жоқ еді. Кешке қонақтар келеді, анама көмек беру керек дегендей. Балнұрдың бүгін көңіл күйі жоқ сияқты. Иә, біртүрлі болып жүр. Балнұр, сен Жанар апай 37 кабинетке шақырып жатыр. Қыздар, сендер қыдыруға барам деген едіңдер ғой? Біз өзіміздің құрбымыз жанын салдырмаймыз деп шештік. Иә, нағыз дос қиындықтарда жақсылықта да бірге болу керек емес пе? Балнұр бізге келгені қандай жақсы болды.